نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Biz Durusul Muhimma kitabından 18-ci sabahga kelib to'xtagan edik. Ol 18-ci және axırıncı sabah kitablari. Ol sabahning taqribi o'lgan odamni namozga dayındab және oğan namoz o'qish. O'lgan odamni namozga dayındau екі дәрежеде болады. Біріншісі оны тазалап жуындыру шариғатқа сай, екіншісі оны кепендеу. Содан кейін оны оған намаз оқу, кейін ар жағында келетін оны жерлеу. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah namaz okumen to'xtagan, жерлеу туралы айтпаған осы kitapta. Бірақ сол пайданы толықтату үшін иншаллах біз сол жерлеу туралы да қысқаша айтып өтеміз. Иншаллах ол тақырыпқа қатысты болғандықтан, Şeyh bin Bazда кемшілік болғандықтан емес. Болбақтан. Aleykümselam ve rahmetullah. Жақынырақ отырыңдар. Bugün inşallah kıskaça bolsa da өлікті birinci meselesi ol жуындыру meselesi туралы айтып өтеміз. Şeyh bin Baz rahimahullah айтады: "Tecihizul meyyiti ve salatu aleyhi." Өлген адамды дайындау және оған намаз оқу тақырыбын қойды. Илейке тафсилу зәлик дешекте саған сол нәрсені тафсилдап түсіндіріп беріледі демекші. Біріншіден айтады рахимахулlah: "Иза туйқина маутуху уғмидат айнаху ва шудда лихяху" деп. Егер өлгені анық болатын болса, оның екі көзі жұмылу керек біреулер жағынан, және оның екі жақ дейма не дейтін? Соны байлап қою керек. Одан бұрын, яғни бұл жерде рахимахулlah бірден өлген адамның өлген екені соменен басталуын айтып жатыр. Одан бұрын адам қай бір адамның басында жолығып қалса да, ол жолығып қалу мүмкін. Әрбір адамның басында болып қалу мүмкін. Ол мәлім нәрсе. Қай бір адамды егер өлетін жағдайына бір адам сен егер жолығып қалатын болсаң, ең істейтін жақсы ісің ол адамға ла илаха иллаллах кәлимасын айттыру. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам İmam Müslim rahimahullah шығарған хадисте "Лаққину маутакум ла илаха иллаллах." Өлейін деп жатқан адамдарға ла илаха иллаллах деген сөзді айттырыңдар деп жатыр. Айттыру қалай болады? Талқин деп тура жас балаға айтасың ғой. Бисмилла деп айтшы балам деп. Allah деп айтшы, Расулуллах, Мұхаммед деп айтшы деп айттырасың ғой. Жай тілі келеді, келмейді. Солай ма?
дұрыстап айттыруға әрекет қыласың. Соны тәлқин деп айтады. Өлетін адамда тура сол жас баланың айтуы сияқты қиын болады оның айтуы. Көбінесе. Себебі ол өліммен алысып жатқан, соғысып жатқан уақыты. О нәрсені тек қана өлген адамдан ғана сұрап білесің. О нәрсені өлген адамдан ғана сұрайсың. Өлген адамдан сұраудың мүмкіншілігі жоқ. Сол үшін о нәрсе өте ауыр нәрсе. Өмірдегі ең қиын жағдайлардың бірі. Себебі азғантай бір уақытта көз алдыңнан бүткіл өміріндегі жағдай өтеді. Бұны қаяқтан алып айтып жатырмыз? Өлімді көрген жоқпыз. Бірақ осы дүниеде бір жаман іс істеп, оның артынан бір қиыншылыққа жолықсаң, бірден көз алдындағы өткен жағдайлар алдынан өтеді. Бірден білесің. Бұл өткен нәрселер мынау ауырлық, қиыншылық, фитнаның алдында ештеңе көрінбей қалады. Күнә істесең де, артынан басыңа бәле түссе, Аллах емтихан қылса, осындай бір жағдайға келесің, өкінесің, оған тәубә қылуға әрекет қыласың, оған мүмкіншілік бар. Себебі саған мына жерде өлім келген жоқ, саған әшейін фитна келіп жатыр. Енді білейік, өлім келген уақытта оның фитнасы сондай ауыр, оны қайтару мүмкін емес, тәубә қылуға жағдай жоқ. Сол үшін қазір ондай уақытқа жетпедің бе, тәубә қылып қалуың керек болады сенде. Әрбіріміз сол пендеміз. Аллах субханаху ва тағала аятта айтады, егер олардың өлім уақыттары келетін болса, олар сол уақытты ешқандай бір алға да, артқа да жылжытпайды. Өзгертуге мүмкіншілік жоқ. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, Аллах субханаху ва тағала пенденің тәубасын қабыл қылады дейді. Қашанға шейін мә ләм юғарғир, яғни рухы хүлқум, яғни тамағына жетіп өлетін уақыты келгенге шейін тәубасын қабыл қылады. Сол уақытқа келсе, бітті. Өлім уақыты келді, қандай бір ашық жүрекпен бүткіл ықыласыңды орнына қойып тәубә қылғаныңменен тәубаң қабыл болмайды. Себебі тәубә қабыл болатын уақыты сен үшін бітті. Сол үшін адам күнә істеп қойса, бірден тәубә қылуға әрекет қылу керек. Жаман істеп қойса, жаман істі артынан тәубә қылып, артынан жақсы істі істеуге әрекет қылса, сол суретте ол бииднилlah ардайым өлімге дайын болады. Ардайым өлімге дайын болады. Енді өлген адамның жағдайына келетін болсақ, бағанағы сөз. Өлейін деп атқан адамның жағдайына келетін болсаң, өлетін уақыты жақындап қалған белгісі бар адамға осы нәрселер ла илаха иллаллах деген сөзді айттыру керек. Ол өлетін жағдайды білу көбінесе жағдайын жаман болып қалуы менен білу мүмкін. Содан сөз айтылады. Егер ол адам бір рет айтса, ла илаха иллаллах деп, ол менен жағдай болса сөйлеспеген жақсы. Басқа сөзді айтып, өліп кетпесін тағы, солай. Осылай өліп қалса, ол басқа сөзбен өлген болады. Егер арада бір сөз айтып қалса, оған және жағдай барын және сол сөзді айтылса жақсы. Кейбіреулер өлімнен қатты қорқады. Бәріміз де қорқамыз ол өлімнен. Бірақ біреулер қаттырақ қорқады. Оған ла илаха иллаллах деген сөзді айттырсаң, одан да қатты қорқып кетуі мүмкін. Өлім анық болды деп. Соған кейбір себептерді істесе жақсы. Солай ма? Исламға адам немен кіретін еді деп сұрасаң, мысалы.
бір адам исламға кірейін деп жатса, исламға немен кіреді десе, ол адам не дейді? Ла илаха иллаллах демен кіреді ғой дейді. Айтты ма ол? Айтты. Мақсат айтуда, ол айтты. Осыған ұқсаған себептерді көріліп, егер солай айтылса, осылай әдемі болады. Өліп жатқан адамға да ауыр батпайды, қиын болмайды. Бейнилла. Amma hadis İqra'u ala mevtakum surata Yasin demese, Yasin деген өлгендеріңе Ясин сүресін оқыңдар деген хадис, бұл хадис әлсіз хадис. İsnadında Abu Usman деген адам бар, рауи. Бұл мәжһул. İsnadında ittираб бар, ол яғни әртүрлі кемшілік бар İsnadында. Сол үшін ол сенім бабында да, амал бабында да сүйенетін дәрежедегі хадис емес. Егер соған сүйенген уақыттың өзінде де оны бағанағы хадис сияқты түсінуіміз керек. Лаққину маутакум деп атыр. Лаққину маута деген өлген адамдар. Бірақ бұл хадисте одан мақсат не ол? Өлімге жақын болған адамдарды деген мақсатта айтылды. Сол үшін біреулер бағана хадисті қате түсініп алған, өздері оқып, өлген адам ана жерде кроватта жатыр, олар сол жерде отырып жамағат жинап алып, ла илаха иллаллах деп айтып отырады. Мүмкін біреулердің көзбен көрген шығар, мен көрген оны. Бәрі ла илаха иллаллах деген сөзді қайталап отырады, ана жерде өлген, оған ешқандай пайдасы да, оның зияны да жоқ. Түсінікті ме? Сүндетті де істемей жатыр. Екінші жағынан өлікке де пайда жоқ. Сүндетке қарсылық осылай. Жоқ дегенде пайдасы болмайды. Егер оны шариғат деп істеп жатса, оған зияны болады. Кімге? Істеушіге. Егер өлген адам сондай болуын армандаған болса, немесе солай істеңдер деп өсиет қылған болса, ол да күнәлі болады. Біліп тұрып қайтармаған болса, ол да күнәлі болады. Сүндетке қарсылықтың артында келетін зияндар осылай. Тек қана зиян келеді артынан адамдарға. Немесе пайдасы жоқ. Содан Ясин сүресін егер оқитын деп ойлаған адамдар болатын болса, ол өлгеннен кейін емес, өлуінен бұрын өлейін деп жатқан уақытта оқылады. Одан мақсат бұрынғыларда егер кейбіреулерде оқылған болса, олар сол Ясин сүресінде өлімді еске салатын кейбір әсерлі немесе кейбір өмірден, ақыреттен үмітті болуға себеп болатын аяттар бар. Соларды оқу арқалы, тыңдау арқалы Аллах субханаху ва таалаға жолыққан уақытта Аллахқа болған үміті, былайша айтқан уақытта ішінен жақсылықпен қайтыс болады. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам сендердің біреулерің қайтыс болатын уақытта Аллах туралы жақсы ойда болсын. Аллах туралы жақсы ойда болу керек. Сол мақсатта айтылған болуы мүмкін, егер біреулер істеген болса. Ойла бұл нәрсе өлгеннен кейін болатын еш нәрсе жоқ. Әсіресе егер ол аяттарды оқу қабірдің үстінде болатын болса, нешіреттен айттық, ол нәрсе дұрыс емес. Себебі қабір ибадат қылынатын жер емес. Ол өлімді еске алу үшін зиярат етілсе дұрыс. Ол жерде айтылатын жеке өзінің дуасы бар. Соны айтса жеткілікті. Одан басқа қабірдің алдында істелетін құлшылық жоқ. Жаназа намазынан басқа ол келешекте келеді. Кейбір уақыттарда. Содан қайтыс болатын адамның жағдайы осылай қарсы алыну керек болады. Енді қайтыс болған екені анық болатын болса, ол уақытта бірден өлген адамды жаназаға дайындау керек. Жаназасын кешіктірмей оқып, оны тезірек
Жерлеу керек. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям Бухаридағы хадисте сендер жаназаны тездетіңдер дейді. Егер ол жақсы болатын болса, оны жақсылықтан кешіктірмеңдер. Яғни егер қабырға барғанда оны жақсылық күтіп тұрса, не істейсіңдер оны дүниеде ұстап отырып, солай ма? Егер жаман болатын болса, ол жаманды мойныңнан тезірек қой оны. Тезірек құтылған дұрыс одан. Егер жаман болатын болса. Оны бір елдерде 3 күн ұстап отырады оны. Пәленші туысқаны келді, түгенші туысқаны келді. Пәлен оқи алмай қалды. Шариғатта бағанаға айтқандай, кешігіп қалса, жаназаға қатыса алмай қалса, оған рұқсат барып жаназасынан қабіріне алдында жаназа оқып қойса, жалғыз өзі болса да. Наби саллаллаху алейхи ва саллям оқыған бағанағы кейбір адамдардың жаназасынан қалып қалған уақытында барып қабірдің үстінде тұрып жаназасын оқыған. Егер пәленші түгенші адам, құрметті адамдардың бірі, білмеймін енді, олар бәрі адамды күте ме, тек қана құрметтілерді күте ме, ар жағы енді мен білмеймін. Егер құрметтілерді күтіп, құрметсіздерді күтпейтін болса, ол деген және бір бәле. Солай ма жоқ па? Тіпті өлімде де құрметсіз адамның бағасы жоқ. Құрметсіз дегеннен мақсат, бұл жерде діннің, абырой, шариғаттың, амалдың қатысы жоқ. Көбірек дүниеви нәрселерменен адамдар құрметті есептейді. Ақшаменен немесе абыройменен, немесе соған ұқсаған. Содан күндеп ол адамды күту арқалы, яғни сол адам келсін, сосын жаназа оқимыз деген, бұл шариғатқа қарсы. Демек, жағдай барынша тезірек ол адамды жаназаға дайындап, оған намаз оқып, оны тезірек жағдай барынша жерлеу керек болады. Сол уақытта ең бірінші істелетін істердің бірі, оның қарызынан құтылу керек. Егер өлген адамның өзінің қарызы болса, мал мүлкі болатын болса, сол мүлкінен не қылынады? Мирас таратпай тұрып, мүлкінен не қылынады? Қарызды беріледі. Егер ол адамның, өлген адамның мүлкі болмаса, дүниесі болмаса, ол адам біреулердің мойнынан, оның қарызы біреулердің мойнында болғаны жақсы. Біреулер көтерген жақсы. Баласы, ағасы, әкесі, туысқаны мойнына алып, сол қарызды орындайды. Себебі ол адам Аллахқа жолықса, егер Аллах жолындағы шәһид болып жолықса да, ол күнәсі кешірілмейді. Қашанға шейін? Қарыз иесі разы болғанға шейін. Сол үшін ол қарыз деген нәрсе шариғатта ауыр, оны осындай бір өлімнен кейінге қалдырмау керек. Байып өлген адамның өлген екені анық болған уақытта Шейх ибн Баз рахимахулла айтады, уғмидат айнаху деп жатыр. Яғни екі көзі не қылыну керек? Адамның артынан жабылу керек болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Абу Салама радияллаху анху қайтыс болған уақытта көзі ашық жағдайда қайтыс болады. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям егер рух алынатын болса, оған көз ериді дейді. Яғни рух шығарылған уақытта көз оған не қалады? Осылай шыққанда көз оны қарап қалады. Сонымен ашық қалып кетеді көбінесе көз. Басқа бір хадисте имам Ахмадтың мұснатында Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер өлген адамның алдында болсаңдар, көзіні жабыңдар деп жатыр, себебі көз рухтың артынан ериді. Және айтады Наби саллаллаху алейхи ва саллям, сол өлген уақытында тек қана не дейді? Жақсы сөздерді ғана айтыңдар. Себебі өліктің жан жағында болған адамдардың айтқан сөзіне әмин деп айтылады. Демек, әмин деп айтылса, сен не айтың керек тек қана? Өлген адамға тек қана дуа қылуың керек. Соменен өзіңе дуа қылуың керек. Не деп? Аллах осы мұсибатқа сабыр берсін. Осы мұсибаттың артынан жақсылықты берсін. Сабыр ететін болсам, маған әжірімді берсін деп өзіңе дуа қыл. Екі жаққа. Немесе өлген адамның жан үйесі, туысқан бала шағасына Аллах сабыр берсін деп соларға дуа қыласың. Себебі сен
айтқан дуаңа әмин деп айтылып жатыр. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бағанағы, яғни Абу Салама радиаллаху анхуның хадисінде, сендер сондай уақытта өздеріңе қарсы жаман дуа айтпаңдар деп жатыр. Себебі періштелер сендер айтқан сөздерге әмин деп айтады. Содан Наби саллаллаху алейхи ва саллям қараңдар, ең әдемі дуаларды дуа қылады Абу Саламаға. Айтады: Аллахумма гфирли Аби Салама. Ей Аллах, Абу Саламаның күнәсін өзің кешіре қой деді. Варфа даражаху фил махдиин. Сен Абу Саламаның дәрежесін туралықта болған адамдардың дәрежесінде көтер. Вахлуху фи ақибихи фил ғабирин. Яғни өткен өзінің артынан қалған жағдай, яғни артынан қалған өмірде, яғни бала-шағасы, соларда жақсылықты қалдыр деп жатыр. Артынан қалған адамдар, баласы бар, әйелі бар, әке-шешесі болуы мүмкін, соларға жақсылықты қалдыр деп жатыр. Уағфир лана ва лаху я раббал аламин. Ей Аллах, бізді де Абу Саламаның да күнәсін кешір. Уафсах лаху фи қабри. Оның қабірін оған тар қылмай, оған қабірді кең қыл деп жатыр. Ва науир лаху фи, және сол қабірді оған нұрлы қыл деп жатыр. Міне, Наби саллаллаху алейхи ва саллям өлген адамның алдында қандай жақсылықты тілеп дуа қылды. Егер білмесең осын арабшасын білмей-ақ қойсаң, білуге мүмкіншілігің болмаса, бірақ мағынасын түсініп тұрсың ғой. Аллах сені екі тіліңді де біледі. Қай тілде айтсаң да. Арабша айт оны, екінші тіл қай тіл, араб тілінен басқа. Қай тілмен айтатын болсаң, Аллах субханаху ва таалаға бір тілмен екінші тілінің, яғни адасып қалатын жері, бір дауыспен екінші дауыстың араласып кететін жері жоқ. Сол үшін адам баласының естуімен Аллахтың естуінің арасында салыстыру жоқ. Бізге егер бір адам сөйлеп тұрса, екінші адам сөйлесе, оны не тоқтату керек, немесе бекер сөйлеп тұрады ол. Солай ма жоқ? Екінші адам тыңдай алмайсың. Себеп Аллах субханаху ва таала бізге бір ішке бір жүрек берді. Соны ғана түсінесің. Солай ма? Амма Аллах субханаху ва тааланың естуінің оқсасы жоқ. Сол үшін Аллах өзі туралы айтқан уақытта лейса камитлихи шей. Аллахтың ұқсасы жоқ. Ва хуа ас-самиул басир. Аллах естуші, көруші. Бізде көруші, естушіміз. Аллахты естуші, көруші. Бірақ есту мен естудің арасында айырма үлкен, салыстырудың өзінің жолы жоқ. Сол үшін Аллах субханаху ва тааланың сипаттарын естіген уақытта сол сипаттарды өзіне ұқсатып, содан кейін оны жоққа шығарып тұрған адамдар адасқан. Себебі біз егер ұқсату бабына келетін болсақ, Аллах өзі де естеді, бізді де естеді деп айтты. Өзі де көреді, бізді де көреді деп айтты. Сол менен ұқсатып, Аллахты көрмейді, естпейді деген жолға баруымыз керек еді, егер ұқсату бабынан қорқсақ. Содан ұқсату бабынан қорққан жахмиттер Аллахты көреді де естеді деп айтпайды. Сөкті ме жоқ па? Содан Аллах субханаху ва таалаға дуа қылу керек. Осындай жағдайда Аллах субханаху ва таала дуаны қабыл етеді. Уашудда лихияху деп жатыр. Бағанағы екі жағы не қылынады? Байлақ қойылу керек. Одан мақсат, ол бапта хадис жоқ, бірақ ғалымдар айтады, осы жағдайда байлақ қойылған, оны түрі өзгермейді. Түсінікті ме? Түрі көрімсіз болып қалмайды. Осыған ұқсаған бүткіл жағдайлар. Қол, аяқтары, ол қазір жылы ғой. Қайыс болған уақытта ол жылы тұр. Біраздан кейін ол суып қатып қалады. Ол егер жаман көріністе қатса, ол жақсы емес. Содан аяқ қолдары да, сан тізелері, аяқтарының ұштары бәрі бір-біріне жақындатып, тегістеліп қойылса жақсы. Мойындары жақтарын байлап, себебі ол олай болмаса ашылып, түрі жаман болып қалуы мүмкін. Солай ма жоқ па? Содан, яғни Наби саллаллаху алейхи ва саллям әдетте бәр нәрседе әдемілікті жақтыратын. Және ондай мейірімділік қай бір нәрседе болса, оны әдемі қылып көрсететін екенін айтқан. Және өлген адамды құрметтеу бабына кіреді.
Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам өлгеннің сүйегін сындыру тірінің сүйегін сындырған сияқты дейді. Бұның барлығы шариғатта өлген адамның ақысы. Оны әдебілеп құрметтеу керек. Құрметтеу осылай болады. Оның ақысы адамгершілік жағынан сақтау керек болады. Ғалымдар осындай нәрселерді айтқан уақытта жалпы осыған ұқсаған дәлелдерге сүйеніп айтқан. Түсінікті ме? Сендер осыны тыңдап отырыңдар, егер алдында біреу шығып қалса, осындай жағдай. Білмедік деп жүрмеңдер. Қазір өлген адам болатын болса, өлгеннің артынан не істеуді білмейтін адамдар көп. Оны қалай, яғни жаназаға, намазға дайындау керек екенін білетіндер аз өте. Қариялар білетін, олар қайтыс болып кетіп жатыр. Жастар деген еш нәрсені білмейді. Ана жерде жаназа намаз оқып жатыр. Не дейді? Мына жақта адамдар жүр. Неге? Жуынуым керек деп айтады. Мен дәретім жоқ деп айтады. Жаназаға неге келдің олар? Жаназаға неге келдің? Саған абырой ма сонда жаназаға келу? Кейін жуынбай мұсылман жүре ме осылай? Көше жаназаға барады екен. Бұл жағдайлар өте бір жаман. Иман иесі жаназа намазға барып, дәретті білмейді. Кейбіреулер жуыну не екенін білмейді. Тағы осындай нәрселердің бәрінен ұзақ ислам туралы бір ауыз сөз шығып қалса, тілі 1,5 метр сөйлейді. Хижаб туралы сөйлейді, сақал туралы сөйлейді, шариғатты жағдай барынша амал істеп жүрген адамдарға сөйлейді. Өзі дәрет алуды білмейді. Қалай истинжа қылуды білмейді. Қалай najastan тазалануды білмейді. Тағы тазаланып жүрген адамдар туралы сөйлейді. Ана бізде айтады, іштаны жоқ, тізесі жыртыққа күліпті деп. Өзі жалаңаш. Біреудің тізесін жыртыққа аңғара дейді, тізесі жыртқан аңғара. Астыңа киіп ал. Содан кейін сөйлесең мүмкін жарасады шығар. Онда да жараспайды. Біреуді мазақтау деген болмайды. Болмапты. Себебі ол шариғатты амалын істеп жатыр ма? Оны кемшілігі болса, оны дұрыстау керек. Амма шариғат бабында шариғатқа қатысты болған нәрселердің үстінен күлу адамды күфірге алып баруы мүмкін, Алла сақтасын. Өздері білмей адам діннен шығып кетіп қалады. Шариғаттың кішкентай бір нәзік нәрсесіне тіл тигізу арқылы. Осы бап одан кейін айтып жатыр: "Уинда гасил маййити тустару ауратуху." Өлікті жууға дайындалады енді. Ол уақытта өлген адамның аураты жабылу керек. Себебі тірі уақытта оның ауратына қарау арам болған сияқты, өлгеннен кейін де не қылынады одан? Ауратынан сақталады. Өткен сабақтарда аурат не екенін айтып өттік. Ол қайталауға қажет жоқ. Аурат жабылу керек. Содан кейін азғантай өлікті көтеріліп, оның қарны не? Азғантай басылса жақсы. Себеп қалдық нәрселер жуынудан бұрын шығып кетсе, тазалағаннан кейін қайтаптан кіріп болмайды сонда. Ол қысқанда да жай езілсе жақсы. Бұның барлығы өлген адамға мейірімділікпенен, оған бір жақсылықты қалаумен болу керек. Thumma yaluffu al-ghasilu ala yadihi khirqatan деп жатыр. Ау нахваха фаюнаджихи биха. Айтады, өлік жуып жатқан адамға келіп тоқтады. Өлген адамды жуып жатқан адам кім болу керек ол өзі? Ісінен бұрын ол аманатты адам болу керек, ең бірінші. Мұсылман табан. Сөзсіз ол мұсылман болады әдетте. Себебі ондай нәрселерді білетін адам, шариғат білетін, аз болса да діннен хабары болады. Және аманатты адам болу керек ол. Себебі өлген адамның денесін көрген болса, оның әйелі көрген шығар. Мұсылмандар солай. Солай ма? Әйел кісі болса, көрген болса, оның күйеуі көрген шығар. Болды. Оның артында ондай кемшіліктерді білетін адам жоқ.
Содан әр түрлі кемшілік болуы мүмкін адамның денесінде. Ол аманатты сақтайтын адам болу керек. Әйтеуір біреу емес. Түсінікті ме? Екіншіден, сол жууды білетін адам болу керек. Ісін білетін адам болу керек. Қандай бір істі аманатқа тапсырасың ғой, солай ма? Оны білетін адамға тапсырасың. Неге өлген өлікті әйтеуір біреуге тапсыра саласың? Біреулерді моргта жуып береді екен. Дінді білмейтін 2-3 бағанағы христиан орыс кемпірлер жуып береді екен. Жуатын адам жоқ, жаназаға дайындайтын жуатын адам жоқ. Жуатын адамдар қорқақ. Өлікті көруден қорқады. Бұл нәрселер фард кифая, біреулердің мойнында ол. Әсіресе білетін адамдардың. Шариғатты аз ғана білдің ба, осы нәрселерді білдің ба, сенің мойнында, басқа адамдар білмейді. Сенің мойнында фард айын болып келеді саған. Ол фард кифая ол. Мұсылмандардың біреулері істесе, қалғандарының мойнына не қылады? Түседі. Міне мұсылманның ақысы қандай дәрежеде, біреудің екінші мұсылманның мойнында қандай сақталады. Ол фард кифая. Біреулеріне айын болады, орындау керек болады. Тіпті ғалымдар хилаф қылады. Жуындыруды білмей, осылай көмсе, оны қайттан шығару керек пе жоқ па деп. Ғалымдар шығару керек оны дейді. Абу Ханифа рахимахуллах қалсын дейді. Себебі ол уақыты өткен сүндет дейді. Түсінікті ме? Сол үшін тұра берсін дейді. Көп ғалымдар қайтып шығару керек оны дейді. Жуындыру керек оны. Түсінікті ме жоқ па? Себебі бұл мұсылманның ақысы мұсылмандардың мойнында қалып кеткен ақ. Бәрі адам күнәлі болады ана жерде. Соның жан-жағындағы адамдардың бәрі күнәға батады осы жерде. Бір мұсылманның ақысын дұрыс орындамағандығына. Содан ол жуушы осылай болу керек. Кейін жуып жатқан уақытында адам қолына бір матама бірнеңке қазіргі күнде қол қаптай ма дейді андай. Соған ұқсаған нәрселер бар. Немесе ол болмаса бір матаны орап алса жақсы. Себебі ауратты тірі уақытта ұстау, жалаңаш жағдайда ұстау мүмкін емес болған сияқты, біреудің ауратын киімінің астынан ұстау мүмкін емес болған сияқты, өлгенде де сол хүрмә, сол құрмет, сол шариғат қалады. Түсінікті ме жоқ па? Себебі сен жуатын адам оның аураттарын жуу керек болады. Түсінікті ме? Ол мәжбүр болған жағдай. Осындай жағдайда қолда бір сол нәрседен сақтайтын нәрсе болса жақсы. Соменен истинжа қылынады. Истинжа қылынған уақытында бағанағы іш басылады ғой. Содан кейін ол шығатын нәрсе шығады. Содан кейін жағдай болатын болса, болды, тазаланды деп ойланса, сол уақытта ол дәретті бастайды оған. Қалай дәрет алады десе, әдетте өмірде қалай дәрет алса солай. Қолдары шайылады, аузы, мұрны тазаланады. Егер ауызды ашқан уақытта ішке су кетіп қалады деп қорқса, ол уақытта сол азғантай сулы мата алып, тістерін қылады, сүртіп қояды. Содан кейін мұрынын сондай бір маталармен тазалап сүртеді. Түсінікті ме? 3 реттен, 5 реттен жағдай болса жуылады дененің барлығы. Амма дәрет бабына келген уақытта 1 рет, 2 рет, 3 рет істелсе жақсы. Себебі дәретте сол нәрсе айтылған. Амма жуыну бабына келетін болса, келешекте толық денесінде айтылады ол. Сол дәрет алып болғаннан кейін толық не қылады ол әдетте? Басыңа су құясың ғой жуынғанда, солай ма? Тур сол сияқты болғанда не қылынады? Басына су құйылып, бастары жуылады, содан кейін сақалдары жуылады. Осы жағдайда бір сұрақ келеді. Ол тазалану керек. Оның не істейміз? Басы, шаштары қалама, немесе алып тасталама? Түсінікті ме? Сол жағдайда негізінде өлік қалай өлген болса солай қалғаны жақсы. Тек қана егер, Алла сақтасын, егер ол бір жағдайға түсіп қалып, шаштары қатты жаман өсіп кеткен болса, тырнақтары қатты жаман болып өсіп кеткен болса, оған ешкім қарамайды. Сондай бір жағдайларға жетсе, оны әдемілеп қойылса жарайды. Себебі Хубайб радиаллаху анху Меккеде ол кісіні өлтіруден бұрын
Хубайб радияллаху анху Меккедегі ана мүшрик әйелден не сұрайды? Муз бағанағы. Не дейді оны? Тазалайтын. Лезгі дей ме? Сондай сұрайды. Одан ғалымдар айтады, яғни оны алғаны, демек ол тазалану үшін алған. Сол үшін баласы кіріп қалады ғой ішіне. Жатқан түрмесінің ішіне кіріп қалады баласы. Сонда әйел қорқып кетеді. Түрмеде жатыр ол. Қорқып кетеді. Мен баламды сойып қояды деп. Қолында не тұр? Лезбі тұр. Баланы соям мені шығар десе болады ғой. Солай ма жоқ па? Балада не күнә? Жай қойып жібереді баласын. Міне сахаби радияллаху анху қандай бір мейірімді адам. Ол мейірімділікті тек қана Наби саллаллаху алейхи ва салламның тәрбиесінен келіп шыққан мейірімділік болды. Содан осылай істесе жақсы. Егер болмаса, сол жағдайда шаштары қалай жағдайда болса, солай қойылып, солай жуылады. Содан кейін сол жуылып тұрған суда жағдай барынша адамды тазалайтын нәрселер араластырса жақсы. Қазіргі күнде көп онысы. Сабын бар немесе басқа бар. Кейін бол жуындырылып жатқанда денесінің оң жағынан басталады сол. Тура жуынғанда қалай жуынатын болсаң. Қанша болды? Оң жағынан басталады. Оң жағын жуып, содан кейін не қылынады? Сол жағына көшіледі. Ол жуылған уақытта бағанаға айтқандай 1 рет, 2 рет, 3 рет Наби саллаллаху айтады, 3 рет жуыңдар, 5 рет жуыңдар, 7 рет жуыңдар болмаса дейді, қызын жудырып атқан уақытта. Бұл жаназа бабында Умму Атия радияллаху анханың хадисі, ананың хадисі негіз. Себебі Наби саллаллаху қызы қайтыс болған уақытта Умму Атия радияллаху анха әйел кісі, сахабалардың бірі, о кісінің қызын жуады. Сонда Наби саллаллаху не қылады? Үйретіп тұрады. Содан ол осылай жуылады. Осындай жуылған уақытта егер арада бір нәрсе шығып кетсе, одан ол дүниедегі сияқты дәретті бұзбайды ол. Сол үшін жағдай болса, шығуы мүмкін болған жерді бір себептермен жауып қойылса жақсы. Бұрында ескі адамдар лаймен жабатын. Қазіргі күнде кейбір нәрселерді, сол жабыстыратын нәрселерді істетсе, қолданса жақсы. Бұны ешқандай бір ұятты жері жоқ. Түсінікті ме жоқ па? Бұрынғылар енді оны өздерінің жұмыстарын, жолдарын қолданатын. Қазіргі күнде ондай нәрселерді жолы, алхамдулилlah, себептері көп. Түсінікті ме? Содан кейін жуын тұрып біткеннен кейін оны дүниедегі сияқты ғалымдар айтады, яғни кептірілсе жақсы шашықпенен немесе басқа менен. Сол жуындырылатын уақытта ең ақырғы рет жуатын уақытында енді бұл жерде бір кафур деген нәрсе бар. Ол бізде қандай нәрселерді қолданса да, білмедім оны қалай нәрселер қолданады. Ол өлікті не дейді? Өткенде, яғни таза суретте ұстап тұрады. Шығын қондырмайды оған, одан жаман исті шығартпайды. Түсінікті ме жоқ па? Оны кафур дейді оны. Түсінікті ме? Мұны жерде дүкендерде сатылады. Соны суға араластырып, ақырғы рет жуғанда соны араластырып жіберсе жақсы. Себебі Наби саллаллаху алейхи қызын жуған уақытта сидірмен, кафурмен жуыңдар дейді. Жуған уақытта. Түсінікті ме? Себебі ол денені жақсы сақтап тұрады бір уақытқа шейін, және одан не? Иісті шығармайды. Жағдай барынша кепенінде де басқада да жақсы иісті нәрселерді сүрсе жақсы. Қандай болса да жалпы адамдардың өзінің табиғатына қайтады, ол қандай жағдайда істеледі. Себебі ол өлгеннен кейін оны көтеріп барып бір жерге қоясын, ол жерде жаназа күтеді, содан кейін оған оқылады, одан кейін не барынады? Қабырстанға апарылады. Егер қабір дайын болса, алхамдулилlah, болмаса күттірілуі мүмкін. Біраз уақыт, әсіресе күн ыстық болса, өлген адамнан не? Иіс шығуы мүмкін. Ол өлікті құрметтеуге қарсы нәрсе. Сол үшін бұл нәрсе істелу керек болады. Адамдар бір жағынан одан ренжімесін, жақтырмай қалатын жағдайға бармаса жақсы. Адамдар тағы сөйлейді. Соменен оған баға беріп қояды. Міне өзі мынандай адам еді, оның өлігінен де мынандай иіс шығып жатыр дегендей.
Түсінікті ме? Осындай сөздерді өсек қылуы мүмкін, Алла сақтасын. Сол үшін осындай себептерді алып дайындалса жақсы. Сол үшін ол 2, 3 рет, 5 рет, 7 рет тазаланып, жуынып, осындай бір әдемі суретте дайындалады. Мына кісі айтып жатқаны, Шейх Баз рахимахулла айтып жатқаны, әдетте иіс шығатын жерлеріне не қылынса жақсы, бағанағы қолтықтарына немесе басқа 3 реттен, 5 реттен істелінсе жақсы. Содан кейін сәжде орнына істелсе жақсы деп жатыр, бірақ оған дәлел керек. Бұның барлығы, яғни тазалау мақсатта айтылған сөздер. Әйел кісі менен еркек кісінің арасында жууда ешқандай айырма жоқ. Тура осылай жуылады. Ер кісі қалай жуындырылған болса, әйел кісіде не? Сондай жуындырылу керек. Тек қана айырмалы жері, әйел кісінің шашы, ұзын шашы бар. Болса егер, қазірғылардың біреулер шаштарын тұтсап жатыр. Шаштары ұзын болады. Оны 3-ке бөлу керек. Ол шашты не? 3-ке бөлу керек саған. 3-ке бөлу керек. 2 жағы осылай, біреу бұлай өріледі. Алды жағы бір бөлек өріледі де, содан кейін оны не қылынады? Оны артқа тастап қойылады. Түсінікті ме? Өлген адамның артына тастап қойылады. Содан кейін келешекте келеді, кепенделеді. Жуындыру бабына келетін болсақ, бір мәселе қалды, сонымен тоқтатамыз иншалла. Жуатын адам өліктің несі? Бағанағы туысқаны болса болады. Қай жағынан ерін әйелі жуса болады, әйелін ері жуса болады. Бола береді. Қандай өлген адамға жәрдем ретінде болады. Жоқ, ол санақтаудың қажеті жоқ. Өлікке қалай жақсы болатын болса солай. Жақсы, субханаллах.